Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 12-ші сабақ бағыттар және жол сұрау мазмұндарын үйренеміз. Сабақтың мақсаты жол сұрауға қажетті сөздер мен тіркестерді үйренеміз. Қытай тілінде бағыттар қалай айтылады, соны көреміз. Қарапайым диалог құрамыз. Негізгі тіркестер бағыттарға қаратылған. Алға дегенді ченмен, артқа хаумен, оңға右边, солға 左边. Маған ілесіп оқыңыздар. 前面, 前面, 后面, 后面, 右边, 右边, 左边, 左边. жақын дегенді 近, алыс дегенді 远дейді. 近, 近, 远, 远. Орындар бойынша қалай айтамыз? Аурухана, 医院, 医院, мектеп, 学校, 学校, дүкен, 商店, 商店, қонақ үй, 饭店, 饭店, станция, 车站, 车站. кешіріңіз, аурухана қайда демекші болсақ, 请问医院在哪儿 дейміз. 请问医院在哪儿? бұл жақын ба? 这近吗? 怎么走? қалай баруға болады? 怎么走? 一直走, тура жүріңіз демекші болсақ, 一直走дейміз. солға бұрылыңыз демекші болса, 往左拐дейміз. маған ілесіп оқыңыздар. 怎么走? 怎么走? 一直走, 一直走, 往左拐, 往左拐. диалог көрейік. кешіріңіз, станция қай жерде десе, 请问车站在哪儿 дейміз. 请问车站在哪儿? алға жүріңіз, сосын оңға бұрылыңыз. 往前走, 然后往右拐. 往前走, 然后往右拐. мысалға, кешіріңіз, дүкен қайда десе қалай сұрайсыздар? оған тура жүріңіз, сосын солға бұрылыңыз деп жауап берсе, қалай жауап береді? осыларды практикалық тапсырма ретінде орындаңыздар. үй тапсырмасына бағыттың тіркестері қалай айтылады? соларды жаттап алыңыздар. диалог құрастырыңыздар. жол сұрау бойынша тіркестер жазып келіңіздер. жазып алыңыздар. ал қорытынды, біз бағыттарды білдіретін негізгі сөздерді алға, артқа, оңға, солға дегенді үйрендік. 前面, 后面, 右边, 左边үйрендік. жол сұрау кезінде қолданылатын сұрақтар мен жауаптарды қарастырдық. қарапайым диалог арқылы нақтылы жағдайды қалай баяндаймыз, қалай сұраймыз, соларды үйрендік. аман сау болыңыздар.